Бесінші тарау жат босаға. Жер шолуға жіберілген деле зәңгі бастаған топ шекара сызығына жетсе де, өздерінің жүрген жерінің Үндістан жері екенін айыра алмайды. Бірақ шолғыншыларды сырттай аңдып отырған Үндістан тарапы оларды қоршап алады. Бағыну туралы бұйрық беріп қанша айғайласа да, олардың тілін білмейтіндіктен не деп жатқандықтарын түсінбейді. Қытай жағындағы таңғыт армиясы басып қалған екен деп атысқа қол қояды. Қоршауды бұзып шығуға жанталасқан топтан Деле, Мамыш, Мақай, Қаратай, Сұлтан, Қақаш, Мұқай секілді 8 адам оққа ұшады. Қабдолла, Смағұл деген жігіттер жараланып қалады да Смағұл қолға түседі. Олар Смағұлды тергеп сұрағанымен ештеңе түсіндіре алмай дағдыры құриды. Ақыры өне бойын тінтеді. Киімінің ішкі жақ төсіне тіккен тұмар тауып алады. Тұмарды ашып қараса, арабша жазылған Құран жазулары шығады. Шекара әскерлерінің көзқарасы бірден өзгеріп, оларға мүсіркей қарайды. Сөздерін ұқтыра алмаған соң ұйғыр аудармашы әкеліп, ақ ту көтеріп бұларды қайта шақырады. Бастықтарыңды шақырып келіңдер дегенді жеткізеді. Үндістан жағы қазақтардың әрнеге үрке қарайтын секемшіл мінезі мен жапақтай беретін жалтақшылдығына қарап, бір жағы таңданып, бір жағы жандар ашып, толық сөйлесе алмай отырғанда Елісқандар да келіп жетті. Топты жігіттің ортасында маңдайы жарқырап, досына да, қасына да қаймықпай тік қарайтын сом тұлғалы жігітке бұлар да кішілік көрсетіп құрметпен қарады. Киім киісімен түр тұлғасының, қару жарағының өзгешелігін бірден байқаған Елісқан шынымен-ақ бұлардың үндістандықтар екеніне еш шүбәланған жоқ. Елісқанның келгенін көрген өз адамдарының да арқасы кеңіп, еңсесі көтеріліп қалды. Оның күректей алақанының тегеурінді екенін байқаған шекара қарауылының басшысы өзін таныстыра бастады. Біздерді Межір Сайып деп атайды. Үндістан елінің шекара қарауылымыз. Орталық басқармамыз Кашмир аймағында тұрады. Бізде шекара тәртібі қатаң болады. Шекара бұзушыларға әуелі ескерту жасаймыз. Ал ескертуді тыңдамасы амалсыз заң бойынша жұмыс атқаруға мәжбүр боламыз. Алдын ала елші жіберіп сөйлессеңіздер қан төгілмеседі. Оғыз бастықтан 8 адамдарыңыз оққа ұшты. Үндістан әлемге әйгілі қайырымдел, қаза болғандарды өзіміз жерлесеміз. Сіздерден ғафу өтінеміз. Елісқанның өңінде қорқу, абыржу секілді алабөтендік жоқ. Сәл ғана жымиысты әлпетпен тіл қатты. Біз қазақ деген түркі ұлтымыз, дініміз мұсылман. Қытай еліндегі зорекерлер күн көрсетпей, торғайдай тоздырған соң босқын күйге түсіп, елдеріңізден баспана сұрап келіп тұрмыз. Әсіресе мұсылман халықтары деген соң арғы жағымыз Алтайдан, бергі жағымыз Баркөл, Құмыл деген жерден шығып, 4-5 мың шақырымнан артық жол жүріп, көрмеген азапты көріп, қан кешіп жеттік. Біз біреуді тонаған, жазықсыз өлтірген, бұзақылық жасаған жандар емеспіз. Бас еркіндігімізді сақтау жолында азаттық аңсап күрескен жандармыз. Басалқа болуларыңызды сұранамыз. Ұйғыр аудармашылының сөз арқылы бас шұлғысқан үндістандықтар алдарындағы жұқа елтірлі тымақ киген, қызыл сары өңді, жіңішке түлкі мұртты азаматтың жай адам емес, дипломаттарша сөйлеп тұрғанын аңғарды. Қарауыл басшысы басын изей түсіп, сонша алыстан арып ашып келгендеріңіз түрлеріңізден көрініп тұр. Қазір сіздер біздің шекарамыздың ішінде тұрсыздар. Сол үшінде біздің заңға бойынсынуларыңыз керек. Қайта қашамыз деп бәлеге ұшырап жүрмеңіздер. Бір жолата бағынатын болсаңыздар алдымен қару жарақтарыңызды тапсырасыздар. Сосын жоғарғының бұйрығы бойынша орналастырамыз, деді. Құрал жинаймыз десе әптен зәрезіп болған қазақтардың күбірлесе бастағанын байқаған Елісқан. Біздің мұнда келудегі мақсатымыздың өзі сіздерге қарасты ел болу. Біздің қазақтарда бұтаға паналаған торғайдың да жаны аман қалады деген сөз бар. Сіздерді бұта деп емес, саясы мол бәйтеректей қалың мұсылман қауымы деп келіп отырмыз. Бізді алдаған жендеттер әр кезде алдымен құралымызды, онан соң көлігімізді алып, соңынан өзімізге ауыз салған. Соған мына халық біраз алаңдайтын сияқты. Мұсылман басшы болған соң бауырмалдық пейіліңізді білдіріп, аузыңыздан бір ауыз ант сөзін білдірсеңіз, тіпті жақсы болар еді, деді. Мұны естіген қарсысындағылар бір-біріне қарап, оларыңыз жөн, біз мұсылмандықпен сіздерге уәде бере аламыз. Әйтсе де, бізден үлкен бастықтар да бар, солардан бірер ауыз сөз естіп, нақтылы пікірлерін білгендеріңіз теріс болмас. Алаңдағандықтарыңызды түсінуге болады, оқасы жоқ, деп жымиысты.
Әрине, деді Елісқан, өте орынды. Бізде соны айта алмай тұр едік. Осыны айтқан ол өз тобындағыларға бұрылды. Кімдер барады деген мәселе сөз болғанда Қожақын баяғысынша Елісқанды жібергісі келмеді. Ел бастап жүрген жалғыз серкеміз ғой, асылдан қалған бір тұяқты аялай білейік дейтін оның пікірін өзгелер де құба-құп көретін еді. Жұрт ақылдаса келе Мардан, Сейітқан, Байдолла 3 адамды елшілікке аттандырды. Бұл үшеуін таңдауының да себебі бар. Мардан Жәнтекейдің Қазыбегі, оқыған тоқығаны бар, көзі ашық азамат. Байдолла жәдік жағына өкіл. Сейітқан Қытай, ұйғыр, араб тілдерін біледі. Ақындығы да бар, ұруы молқы. Үшеуі осында тұрған жұрттың мүддесі үшін әділдікті айталатын ортақ адамдар деп шешкен еді. 2 күннен кейін оралған елшілер өз көргендерін айтып келді. Бұларды Кашмир аймағына қарасты сыртқы істер бөлімінің бастығы арнайы қабылдаған екен. Әуелі бұлар өз жөндерін таныстырыпты. Жунха Минго аталатын Қытай елінен келе жатқандарын, Шыңшысай зұлымның қаранеттілігін, жолда көп адамдарының өлгендігін, енді жайлы қоныс болса осында отырақтасы ойлары барлығын білдіріпті. Сонда оларды қабылдаушы бастық: алыстан келген мұхажир бауырларымыз екенсіздер. Алла қаласа қанаттыға қақтыртпаймыз, тұмсықтыға шоқтыртпаймыз. Біз тұрған қаланы Кашмир деп атайды. Оны үнді ұлтынан шыққан Қабдолла шайқы Махмұд деген мұсылман ұлығы басқарады. Сіздердің түрлеріңізден де иманды мұсылманның жылы жүзін көріп тұрғандаймын. Сіздерді қорғылмау жағын ойлаймыз. Қай жерге баруды өздеріңізде ойласаңыздар. Қазірше Лех қаласы арқылы Кашмирге апару ойымыз бар. Барған жерлеріңіз жақпаса тағы да басқа аймаққа баруларыңызға рұқсат етеміз. Баратын жерлеріңіз 2 айлық жол. Үнді халқы сиырды адамзаттың анасы деп табынады. Жүрген жерлеріңізде аштан өліп бара жатсаңыздар да, сиыр сарлыққа тисе көрмеңіздер. Оған қас қылған, жәбір жеткізген жанды жергілікті халық еш кешірмейді. Кешіру кешірмеу болай тұрсын, жанынан жұда болады. Осы жағынан ерекше сақ болыңыздар дегендерді айтқан екен. Я Алла, оң жолыңа бастай көр деп шуласқан қазақ тобы құралдарын тапсырып, аты жөндерін түгелімен тізімдікке алдырды. Жалпы адам саны 3039 адам болды. Өздерінің нақты санын сонда ғана есептескен қазақ тобындағы бір қария: дүнгеннен үрке қашқанда 7000-нан астам адам едік. 1000 адамымыз анда-мұнда тозып кетті деген күннің өзінде 3000-дай адамымыз қырғынға ұшыраған екен ғой, деп күңіренді. Үндістан жағының әскери басшылары қазақтарды жинап алып: сіздер бүгіннен бастап біздің елдің қарамағына өттіңіздер. Сол үшінде біздің айтқанымызға көніп, айдағанымызға жүріп бағынышты боласыздар. Ең әуелі өздеріңізден басшы сайлаймыз. Біз сіздермен сол бастықтар арқылы жұмыс атқарып отырамыз, деді. Жұрттың көрсетуімен Елісқан қазақ босқындар қоғамының төрағасы. Құсыман орынбасары болды. Ахметқали мүфти болды. Қамза Сауытбай, Сейітқан, Қожан Абдолла, Сәдей, Қали, Рақадыл, Алпыс, Мардан, Хошут, Беги, Шақпақбай, Қабылбек, Дәуітбай, Құмар, Ыдырыш секілді 17 адам мүшелікке тағайындалды. Гималайдың күнгейін бөктерлеген қазақ көші батыс терістікті бетке алып жылжып келеді. Олар шекаралы аймақтан алыстаған сайын Гималайдың аспанмен бойталасқан мұз шоқылары тіпті де айбаттанып көріне бастады. Өздерінің сол құздардан асып келгеніне де еш сенгісі келмейді. Сол аспан мен жердің арасын бөліп жатқан алып мұздық бұларды туған даласынан, өскен өлкесінен біржолата алыстату үшін арнайы тұрғызылған қамал сияқты. Бұлт жауып жатқан биіктерге қараған сайын көздеріне ып-ыстық жас толады. Алыстаған сайын өзектерінің өртеніп бара жатқанын білсе де, жат өлкенің жаңалығына тамсанып өздерін алдағысы келеді. Лех қаласының шетіне ілінгенде жол бойындағы тұрғылықты халықтардың бәрі бұларға таңырқаса қарайды. Көздері жіпсиген қытайларға ұқсайды. Жоқ, таңғыттар сияқты. Қайдағы таңғыт? Бұл сол таңғыттармен соғысып қашып келе жатқан кәзәктар емес пе? Кәзәктарды орыстардың ішінде демеуші ме еді? Мұнда жүргені қалай? Түрлері қара шұнақ, көздері қысық, жапондарға ұқсайды екен. Бұлар адам етін жейді дейді ғой. Балаларыңа ие болыңдар. Өздері де арып ашып келе жатыр екен. Тіске жұмсақ деп бас салып жүрмесін. Бәрі бекер.
Бұлар ұйғырлар сияқты мұсылмандар дейді. Патшалары залым болып, елі тозып келе жатқан бейшараға көмек бергендерің жөн емес пе? Қалалы жерлерден өткенде нан сатып тұрған адамдарды көргенде балалар көшті жүргізбей, қарынымыз ашты деп жылайды. Нанды ұмытқандарына да 1 жылдан асыпты. Балалары мазалай берген соң үлкендердің де тәбеті тартып, наубайларға бұрыла қалады. Нан сатушылардың көбі ұйғырлар екен. Ақшалары болмаған соң бір нанға 1 қой беріп жатқандар да болды. Көш ұсақ саудаға үйірілгенде таңырқаған халық та жинала бастады. Сақалы белуарына түскен бір шал көштің алдына шығып, бірдемелерді айтып жатты. Нан сатып тұрған ұйғырлардың аударып жеткізуінше әлгі шал: «Бұлар ғұн бабамыздың жолымен асып келген өз бауырларымыз екен», деп нанын тегін ұсынып тұр дейді. «Бізден бұрын ғұн деген біреу асып келген бе? Жоқ, мынауың құн аламын деп тұрма, не дейді?» деп бір шал самбырлай тіл қатты. Қатарласа қалған Ахмет Қали молда: «Ғұн деген біздің қазақтың бұрынғы ата-бабаларын айтып тұр ғой. Бұлар да өздерін сол ғұнның ұрпағымыз дейтін көрінеді. Бізді туыс тартқаны ғой», деді. Қайдан білейін, ғұн деген біреу дегенге құн аламыз деп дүнгенмен таңғыттың біреуінің құнын сұрап тұрма десем», дейді шал. Жұрт өз тағдырларының не боларын білмесе де, тірсектеп қуған жаудан құтылғанына сеніп, бойларын кеңге салып келе жатыр еді. Бір сәт көңілді күлкіге де ерік берді. Лек қаласын басып өткен қазақ көші Кәргіл деген елді мекенде аз күн дамылдап еді. Кашемир ханы Харисин Махараджан мұсылмандарды жек көреді екен. Оның үстіне Тибет үкіметі қазақтарды қарақшы деп шағым беріпті деген сыпсың сөз тарады. Өсектің жол бастаушы ұйғырлар жағынан айтылғанына қарап, қазақтар шындыққа балады. Айтып-айтпай көп өтпей-ақ елді Гималайдың күнгей қапталындағы Зулжия асу арқылы Мұзаффарат қаласына апармақ болғаны мәлім болды. Қияметтің қыл көпірінен әлі өтіп болмаппыз-ау дескен қазақтар шоғыры тағдырдың тағы бір қиын сынынан сүрінбей өтуге қамдана бастады. Ұшар басы бұлттарға соғынып жатқан биік құздың қабырғасындағы тау ешкінің тар соқпағындай жалғыз аяқ шұбырынды ізбен жүру оңай болған жоқ. Сай тағанын тұман тұмшалап жатыр. Аспанды торлаған бұлттарды қолмен сырғандай аяқтарын санай басып, баяу жылжып келеді. Кезеңге көтерілген сайын қарлы боран айдағардай ысқырып, бүкіл көшті біржолата жұтып салмақшы болып екілене соғады. Көштің алды етекке аман-есен ілінгенімен, арт жағындағыларды көшкін басып, жұрт улар шу болды. Қияметтің қыл көпіріндей қиябеттен құлаған біраз адам мен мал еш тасқа соғылмай-ақ сай тағанына ұшып кетті. Бетпе-бет келетін жау емес, Гималайдың алып құздарындағы табиғаттың тосын соққысы кәпірлерден аман-есен құтылдық-ау деп келе жатқан көшті тағы бір есеңгіретіп тастады. Таудан түсіп етекке ілінген жұрт өздерін аспаннан түскендей сезінді. Жан-жағын қарағайлы тау қоршаған, сайында Асау өзені арқыраған шағын қалашыққа тұмсық тіреді. Осы көштен келе жатқандардың көбі сонау Алтайдың асқаралы тауларында туып есейгендер еді. Онда да алып шоқылар аспанмен бой таласып жататын. Бірақ дәл мынандай найзадай шаншылған құзар емес, жатағандау келетін еді. Белгісіз мекендеріне таңғала, тамсана қарағандардың көз алдына тағы да сол Алтайдың жап-жасыл қарағай жамылған жәннаттай таулары мен айғыр жал толқындары, өркештене ағып жататын мөп-мөлдір сулар елестеді. Көкіректерінде көміліп жатқан сағыныш қоламтасын қоздатып, ата-бабасының қасиетті мекендерін есін алып, ет бауыры езілермен болды. Соның ішінде Ахмет Қалидың есіне Өр-Алтайдан шапқылап келіп Жайсан көліне келгенде жуаси, кілкі бағатын ертістің майда толқындары келді. Жан-жағын дәл мына таулардай жасыл қарағайлы шоқылар қоршап жататын Марқакөл, Күршім, Қатын қарағайды ойлағаны сол, жанарына шып-шып жас толды. Атыңнан айналайын қарқаралы, сенен бұлт менен қайғы тарқамады. Сайыңнан сайға құрлы сая таппай, мен бір жан қуғын көрген арқадағы, деген Мәдидің әнін күбірлеп келе жатқанын сезген жоқ. Мұзаффарабад Үндістанның Пакистан жақ шекарасына орналасқан шағын аймақ. Бір жағы тау, бір жағы өзен. Қазақтарды өзеннің тау жақ қапталына орналастырды да көпірден өтіп қалаға кіруге тыйым салды.
Елдің ерікті жүріп тұруы да мүмкін емес. Қалың әскер қамауға алып, бақылауында ұстайды. Бір кездегі 6 қанат, 8 қанат ақ ордалардың бірде-біреуі көрінбейді. Таудың қиябетін тегістеп әркім өз баспанасын қалқайтумен әлек. Біреулер басын буған қараша үйлермен отырса, елдің көбі жұпыны шатырларда күн өлтуде. Тіпті кейбіреулерінде ол екеуі де жоқ. Ағаштардың бауырына күрке тігіп, қара лашықтарын қалқайтысып жатыр. Мұндайда отын тұтатудың өзі қиын. Шұбала көтерілген көгілжім түтіндердің өзі көзге сирек шалынады. Бұл жердің жаңбырлы маусымына тура келген бе, әлде жауын шашынды жер ме, әйтеуір күндіз түні сіркіреген ақ жауын бір толастар емес. Жас балалардың тамаққа тоймай, яки ауру сырқауға ұшырап, шырқырап жылаған үндері жиі естіліп, жүдеу түрлік жұрт еңсесін көтертпей қойды. Ауылдың сыртындағы дөңге шығып, айналасына көңілсіз көз жіберген Елісқан қасына Ахметқали мен халифаны шақырып алды. Ертеректе Баркөлде деп бастады әңгімесін Елісқан. Бір жолы бір өзеншеге келсем, жағалаулы жапырлаған қалың тышқан. Әкау, бұларға не болды деп қызықтап қарап тұр едім. Әлгі тышқандар жағалаудан жылқының бір-бір қу тезегін құшақтап, арт-артынан өзенге секірді. Алдыңғы екі аяғымен тезекті құшақтап, артқы аяғымен суды есіп, көбақ аққанына қарамай арғы жағалауға жүзіп өтті. Сөйтсем, сол жылы үлкен қуаңшылық апат болды. Соны сезген мақұлықтар ауып бара жатқан екен. Көрдің бе, тышқанда болса өзінің өлмеуін ойлайды. Енді ойласам, Тәңірім сол тышқандарды бекер кезіктірмеген сияқты. Олардың күйі біздің басымызға да келді. Тағдыр басқа салған соң бәрі-бәріне көнбеске амалымыз жоқ. Бірақ бір күн болса да қарап отыруға болмайды. Бұрын жаумен күрестік, Аллаға шүкір, өзімізге төнген зұлымдықтан қашып, толарсақтан қан кешіп жүріп, мұсылман еліне де іліндік. Дегенмен, мұндағы жағдайда мәз емес көрінеді. Елінің көбі мұсылмандар болғанымен, бұл елді ағылшындар билейді екен. Біз алғаш ат басын тіреген Кашмир аймағында қалсақ жөн болар еді. Неге екенін білмеймін, бұлар бізді сырттатып, мына тауды асырып тастады. Біз келген Мұзаффаратқа мұсылмандармен бірге кәпірлерде басымдау көрінеді. Қалай болса да, біз өлмеу үшін күрес жасап келеміз. Тағы да солай болады. Ендігі күрес өмір сүру үшін болады. Өсіп келе жатқан балалардың мектеп, молда бетін көрмегеніне де бір талай жыл болды. Бұлай кете берсе, ертеңгі ел тізгінін ұстайдау деген ұлдарымыздың көкірегі қараңғы болып қалады. Сол үшін де балаларымызды оқытуымыз керек. Оларды екі бағытта ұстануға тиіспіз. Біріншіден, арабша үйренгендері жөн, сонда мұсылмандығынан айырылмайды, және де мұсылман халықтардың бәрімен ортақ тіл арқылы сөйлеседі. Екінші, өмір сүру ортасына бейімделу үшін жергілікті халықтың тілін білудің артықтығы болмас. Осыларды айтқан ол, Ахметқалидың жүзінен күлімсірей қоштап, басын изеген мақұлдығын аңғарды. Ахметқали аға, өзіңіз де арабшаны жақсы білесіз, деді оның бетіне тігіле қарап. Енді өзіңіз көп мақтайтын мына халифа шәкіртіңіздің өнерін көрейік. Балаларды оқытудың тізгін шылбырын өз қолына алып, бір жағынан ұстаздық етіп, шәкірт тәрбиелесін. Тағы бір жағынан өзі де тіл үйренсін. Ахметқалидың жанарынан күлкі ұшқындады. Елісқанның жүзіне сүйіне қарап. Талайдан айтқым келсе де орай таппай жүр едім. Тіпті елдің орны қалмай жатқанын көргенде айтуға бата алмағанмын. Енді жауабын сіз айттыңыз. Оқытпасақ уақыт оза береді. Тіл білмесе тірлік кешу қиын. Ақ тілегіңізге Алла жар болсын, деді. Одан халифаға бұрылып. Өзіңде тілден қара жаяу емессің. Жас өседі, жарлы байиды. Бұрынғы шыққан құлақтан кейінгі шыққан мүйіз озады. Ендігі шәкірт тәрбиелеуді саған тапсырамыз. Елдің күйімен санаспа, бір бала болса да қара тани берсін. Аттың жалында, түйенің қолында жүрміз демей, аздап болса да оқи жүргені жөн, дегенді айтты. Халифа қашанғы әдетімен басын шұлғи сөйлеп. Айтқандарыңыз өте орынды. Сіз арабша, орысша білесіз. Елісқан ағам қытайша, арабшаны ғана емес, моңғол мен таңғыттың тілінде үйреніп алған. Сіздер жетектесеңіздер, неге көнбеймін? Сіздерден үйренгенімді өзімнен кейінгілерге үйрету менің борышым. Балаларды тәрбиелей жүріп, өзімді үнду тілін үйренемін. Шамам келмей жатқан істерге өздеріңіз жол жорық көрсетіп отырсаңыздар,
деп кішілік ибамен иіле сөйледі. Осы келісім бойынша жар жағасына үй тіккендей қыспақта отырған қазақ ауылының балалары халифадан сабақ ала бастады. Бірде Елісқан, бірде Ахметқали шәкірттер арасына келіп, олардың аз да болса білім үйреніп жатқанын көргенде марқайып қайтатын еді. Үндістан үкіметінің адамдар көшіп келушілерге ұн, күріш, шай, қант, май сияқты ішпек жемектік нәрселер әкеліп беріп тұрды. Бірақ ет пен майға үйренген қазақтарға қара тамақ су татыды. Оның үстіне дамылсыз жауын жаңбыр әптен мезі қылды. Киер киім, көрпе жастық бәрі шылқылдаған су болып, оны құрғатудың еш амалы болмады. Сыз бен суықтың әсерінен балашаға үлкен кішінің кетеуі кетіп, ауру сырқау көбейді. Біреулер тісі тісіне тимей селкілдеп сандырақтайды. Енді біреулердің бет аузы, көзі басы көлкілдей іседі де, өне бойына жара қаптайды, лоқсып құса береді. Енді біреулердің аузына жара шығып, тістері шіріп түсе бастады. Аяқ қолдары топ болып, көлкілдеп ісініп жүре алмайтындар да аз болған жоқ. Күркілдеп жөтеліп, қан түкіріп, екі бүктеліп жатқандар да баршылық. Кәрі құртаң жас балалар алдымен өле бастады. Дәрігерлер келіп қарағанымен оның өнімі де аз болды. Тіпті кейбір адамдар жынданып кетті. Соғыста балашаға туыс туғанынан айырылған Бәтия деген жесір кемпір бар еді. Әппақ шашын жайып жіберіп, көрінген үйдің есігін ашып сенделіп жүр. Менің баламды көрдіңдер ме? Балам қайда? Дүнгендер жеп қойған жоқ па? Деп тісі тісіне тимей сақ-сақ етеді. Сыртта жүрген балаларды көрсе тұра қуады. Тоқта деймін. Сен неге қашасың? Құлыным, қозым менің, маңдайынан бір искенші. Өлгендерді көпірден өткізіп қала жақтағы зираттыққа қоюға рұқсат етпегендіктен ауыл іргесіндегі тау беткейіне жерлей бастаған еді. Әлгі кемпір енді бірде сол молалардың бірін тепкілеп: менің шалым мұнда жатыр ма? Мені алып кетпей жатқан жерін қарашы. Тұр деймін, тұр. Оңбаған, жалғыз жатқанын қарашы. Маған неге орын бермейсің? Дейді де тізерлей отыра қалып жұдырығымен жерді төмпештеп зар жылайды. Бірде сол Бәтия Елісқанға қарама-қарсы жолығып қалды. Екі көзі қып-қызыл, әппақ шаштары бобырап, тұс-тұсына жайылған, еттен арылған қу сүйектері тарамыстана ғана ілініп, құр сүлдері қалған шүйкедей кемпір әзер қозғалады. Елісқанды көргенде бас салардай тап беріп: Елісқан деген сен бе едің? Сен Қытай мен дүнгеннің қанын ішті дейді ғой. Маған неге ішкізбейсің? Шешең бір аяқ қымыз болса да маған беруші еді. Сен кәпірлердің қанында қызғандың ба? Менің жерімді қайда жібердің? Қытайларға сатып кеткен жоқсың ба? Сол жерден бір уыс топырақ ала шықсаң болмай ма? Қызымды дүнгендер алып кетті ғой. Соны неге әкеліп бермедің? Ендігі дүнгенге қатын болып кеткен шығар. Менің шалым опасыз болды ғой. Мені жалғыз тастап кетті. Ол ана дүниеде жалғыз қайтып жүреді. Балаларының бәрін дүнген мен таңғыт болып әкетті. Оған кім шай қайнатып береді? Байқұс. Мені қасына шақырып алса болмағанда шай қайнатып беріп, басын сүйеймін ғой, соны да білмейді. Күйі кетіп жүдеп жүрген шығар. Сонда баратын көпір болса көрсетіп жіберші. Ана темір көпірді үнділер неге күзетіп тұр? Содан әрі өтсе, жұмақ па, тозақ па? Менің балапандарым сол жақта жүрген жоқ па? Осыны айтқан кемпір Елісқанды тастай салып, тәлтіректей басып көпірге қарай бет алды. Өлімсірей бүкшеңдеп аяғын әзер сүйреп барады. Соғыстан құтылғанымен сордан арылмаған халқының тағдырына қабырғасы қайысып қан жылап жүрген Елісқан кемпірдің сөзін естігенде іші бауыры езіліп, өзегі от болып, көзіне келген жасты көрсетпеуге тырысып теріс айналды. Қалтақ қағып көпірге жетіп барған оны күзетші әскер тосып еді. Кемпірдің оны тыңдайтын түрі жоқ. Жаман үнділер: Қытай мен дүнгеннен қиынсың ба? Баламды неге бермейсіңдер? Тез жібер баламды. Әйтпесе Елісқанға айтамын. Қазір-ақ келіп қандарың ішеді. Қытай мен дүнгеннің қанын жалғыз өзі ішкен, деп айғайлап жүр. Бастапқыда жолын бөгеген әскерлер енді кемпірді қатты итеріп қалса керек. Қалтақ қағып жүрген бейшара қаңбақтай ұшты. Ойбай қырды. Елісқан амалсыз солай жүгірді. Көпірге жеткенде қарсысындағы әскер қаруын кезеп:
бәрін істеп жүрген осы, жаңа ғана ана кемпірге бірдеңелер айтып жатқан, деп бұған сұстана қарады. Елісқан кемпірді тұрғызып жатып, әкіреңдемей ақырын сөйлесеңдерді ұғамыз ғой, дегенді сабырлы раймен жеткізді. Кетәрі, кетіңдер, көпірден аулақ, деп әкіреңдеген анау мылтықтың дүмімен Елісқанды итеріп қалды. Солақ екен, ашу ызадан жарларман болып жүрген Елісқан оны тарпа бас салып, қашанғы әдетімен қолынан тастамайтын 8 өрме бұзау тіс дойыр қамшысымен тартып жіберді. Анау төбесінен сойылмен қойып қалғандаяқ шөке түсіп отырып қалды. Енді кемпірдің сақылдаған күлкісі естілді. Айтқанмын, бұларға айтқанмын. Үй, құдай зауалыңды бергірлер, айттым ғой, Елісқан сендерді өлтіреді деп. Кемпір балаша мәз болып секіріп жүр. Тұс-тұстан жүгірсе жеткен әскерлер айналаны қоршап алды. Елісқанмен таныс әскербасы өзі келіп араша түсті. Елісқан мырза, ел бастап жүріп бұлайша балалық қылғаныңыз не? Қалайын мен емес, сендер айтыңдар. Елдің ауруға ұшырап қырылып жатқан түрі мынау. Не жарыған дәрігер жоқ, не құтқарушы жоқ. Елді неге бөгейсіңдер? Басқа жаққа неге көшірмейсіңдер? Тым құрыса көпірден өтіп, ине жіп алуына да рұқсат етпейсіңдер. Ол біздің қолымыздан келмейді, Елісқан мырза. Мынау сендердің қытайларың емес, үнді жері. Тістенген Елісқан, солай ма? Көреріміз онда, деді де өз жөніне кетті. Осы оқиғадан кейін мұздай қаруланған қалың әскер ауылды одан әрі құрсаулай түсті. Елісқан алғашқы келген күндері арабша білетін Мақпұл Рахман деген жергілікті мұсылман азаматымен танысып еді. Жұма сайын өзен жағалауындағы мешітте ұшырасып қалады. Анда-санда келіп кетіп хал сұрап тұратын. Елісқан Ахметқали мен халифаны қасына алып, сол кісі арқылы Кашмир үкіметіне хат жазды. Сол хат қолына тисе керек, көп ұзамай ауылға Шейх Мұхаммед Абдулла атты Кашмир мұсылмандарының басшысы келді. Ол елдің мұң-зарын тыңдап, ауыр халын көрген соң жанашырлықпен мұңайып. Қазір бүкіл дүниенің дүрбелеңі басылған жоқ. Екінші дүниежүзілік соғыс басталып кетті. Алдыңғы жылы Германияның әскери қосыны Польшаға басып кіріп, өткен жылы көктемде Дания, Норвегия, Франция секілді көптеген елдерді жаулап алды. Биылғы жылы жаздан бері қарай неміс армиясы Кеңес одағына кең көлемді шабуыл қозғап, соғыс өршіп тұр. Бірнеше күннен бері қарай Жапония жақтың Американың теңіз армиясына шабуыл жасағаны туралы хабар тарады. Біздің қазіргі иелеріміз ағылшындар. Ел ішіндегі күрестер әлі аяқтаған жоқ. Осындай әртүрлі себептер салдарынан сіздерге қарайласа алмай жатқан жағдайымыз бар. Және де Кашмир аймағы өзін-өзі басқарады. Бұл өңірге билігі жүрмейді. Бірақ арыз армандарыңызды қатысты органдарға апарып беремін. Қиын жағдайларыңызды газет, радио арқылы ел мұсылмандарының құлағына жеткіземіз, дегенді айтты. Жергілікті халық бұл кісіні Шейх Сахиб деп атайды екен. Енді біреулер Мұхаммед Хайдар Дулатидың ұрпақ екен десіп жүрді. Кім болса да мейірімділік танытты. Қазақ босқындарына он, күріш, май, қант секілді нәрселер таратып беріп, жүдеу жұрттың көңілін аулап қайтты. Бірақ әр күні адамдар өліп, елдің еңсесін жанши түсті. Мінән, Дөней молда, Қарағыз, Көніс секілді біраз кісілер арт-артынан о дүниелік болды. Газеттерде жарияланған қазақ босқындарының ауыр тағдыры біраз мұсылмандарды елеңдете бастаса керек. Көп өтпей Шаукет Хаят деген азамат келіп, Елісқанға жолықты. Ол Елісқанға былай деді: қазір Үндістанда тайталасып тұрған екі партия бар. Бірі үнділердің Конгресс партиясы, екіншісі мұсылмандардың мүсілімдік партиясы. Біздің басшымыз Мұхаммед Ғали Жинақ осы мүсілімдік партияның жетекшісі. Өзі кел алмаса да дұғай сәлем айтты. Және де қал жағдайларыңызды біліп қайт деп мені арнайы жіберіп отыр. Партия басшыларыңызға көптен көп рахмет, деді Елісқан. Мұсылман партиясының жетекшісі екені рас болса, бізді алдымен мына зауалдан құтқарсын. Байтал түгілі бас қайғы болған мына заманда тойғаннан емес, тоңғаннан селкілдеп отырған біздің жанымыз бен арымыздан басқа сұрайтынымыз жоқ. Шаукет Хаят Елісқанның сөзін тыңдап болған соң: әрине, ол кісі мені жай ғана жіберген жоқ. Машинамызда сіздерге деген арнайы сауғалар да бар. Десе де бір өтінішіміз болып тұр. Мүмкін болса біздің партияға мүшелікке кірсеңіздер,
басшымыз тіпті де қуанар еді, деп қиылды. Елісқан ойланып қалды. Сайда санымыз, құмда ізіміз жоқ босып жүріп, партияға байланып қайтеміз. Біреуді жақтап сойылын соғамын деп екіншісін өкпелетсек, оның да әлегі аз болмайды. Баяғыда Баркөлде отырғанда Қытай мен Сарттың қыспағында қалып, екі нардың арасына қысылған шыбының күйін кешіп, қырғын тауып едік қой, дегендерді ойлады. Сөйте тұра, мұсылман басшыларының да көңілін жыққысы келген жоқ. Оныңыз жөн ғой, қазірше еліміз партия дегенді түсіне бермейді. Оны ойлайтында шамасы жоқ. Мұсылман болған соң мұсылман партиясын қолдамай қайда барамыз? Азырақ уақыт беріңіздер, ес ақылымызды жинап алайық, деп екі ұштылау жауап берді. Елісқан Ахметқали бастаған кісілер арыз армандарын жазып, Шәукет Қаяттың қолына да ұстатты. Жауапты күте-күте Елісқанның сабыр тақаты әптен таусылды. Мақпұл Рахманды шақырып алып, сірә, бұлардың қандай ойы бар? Адамдардың күн сайын өліп жатқанын көріп отырмыз. Күнде жылау, зар, адам жерлеуден басқа жұмысымыз жоқ. Бүйте берсек қырылып тынатын шығармыз, деп мұңайды. Меніңше, деді Мақпұл Рахман, бұлардан қазір шапағат жоқ. Қырылса қырыла берсін дейме, үкімет басындағылардың бүйрегі бүлк етпейді. Әлде де күдер үзбеңдер, біреу болмаса біреу оң көзін салатын шығар. Айтпақшы, бүрсігүні осы өңірге Кашмирдің лауазымды ұлығы келеді. Соған жолығып арыз армандарыңды айтыңдар, бірақ мүлдем құпия түрде. Қабылдайтын сәтінде ғана кіруді ойлаңдар. Әйтпесе өз жолдарыңды өздерің кесіп аласыңдар. Мақпұл Рахманның айтқанын медеу тұтқан Елісқан ол айтқан мекен-жайды әптен жаттап алды да, ертесі таң атпай қасына Ахметқали молда, немере інісі Әтейхан мен ұйғыр аудармашы Ғұламжанды ертіп жасырын жолға шықты. Башбақан аталатын ұлық айтылған уақытта келіп, бұларды да қабылдауын алды. Әптен іш құста болып, жүрегіне запыран толған Елісқан тоқтамай сөйлеп кетті. Біз киер киім, ішер астан тарығып, Үндістан жеріне қайыртілеп келген жоқпыз. Қытай үкіметінің қатыгез қарары, зымиян зұлымдығы мен қандауыз қарақшылығы онда өмір сүруімізге мүмкіндік бермеді. Біздің іздегеніміз байлық емес, басымыздың еркіндігі, бауырымыздың бүтіндігі. Аллаға шүкір, қарайласпай жатқан жоқсыздар. Шамаларыңызша көмек көрсеттіңіздер. Бізден қайтпаса Алладан қайтсын. Бірақ Мұзаффаратқа келгелі қырылып жатырмыз. Не қия баса алмаймыз. Керек жарағымызды алу үшін де базарға кіре алмаймыз. Бізге бұлайша сенімсіздік танытатындай бұл елдің бүлдіргісіне тиіспедік. Қылдай қиянат жасап көргеміз жоқ. Мейіріміңізді төгіп көмек көрсете көріңіз. Бізді Панджаб өлкесіне қарай көшірсеңіздер екен. Елісқанның сөзін ұйғыр аудармашы арқылы тыңдаған ұлық басын шұлғи күліп қойды. Сабыр, сабыр етіңіздер. Мұсылман баласына сабырлық жарасады. Қашанға дейін сабыр сақтаймыз? Сол сабыр сақтайтын уақытыңыздың шегі қашан екен? Қашанға дейін күтеміз? Болмаса соны айтып берсеңізші, деді Елісқан ызаланып. Бірақ ананың былқ етер түрі жоқ. Баяғы әдетімен тағы да жымиып қойды. Сабыр деген нәрседе уақыт болмайды. Уақыт көрсете алмаймын. Елісқан қатты ыза болғанда бүкіл қаны басына шапшып, өңі түтігіп кететін. Құлақ шекесіне дейін қып-қызыл күреңденген ол орнынан атып тұрды. Онда бізді осы арада өлтіріп тынбақшы екен ғой. Жіберсең де, жібермесең де бір аптаның ішінде Панджабқа кетемін, деді қалш-қалш етіп. Аудармашы ұйғыр Елісқанға қаймыға қарап, үлкен кісіге бұлай айтуға болмайды ғой, деп міңгірледі. Оны айтсам мен айтып отырмын, алсам менің басымды алады. Шүлдірлеген Сарт, аузыңды неге аяп тұрсың? Сөзімді аударып тез жеткіз, деп ақырып ұйғырдың қасына жетіп барды. Ғұламжан жұмған аузын аша алмай көзін жыпылықтатып жаутаңдай қарады. Елісқан беліне қыстырған қамшысын жұлып алып, оны жондата осып-осып жіберді. Анау қайқаң етіп қос қолымен басын қорғаштай бұғынды. Бүктей ұстаған қамшысын ұлықтың көзіне білеп, үнду тілінде қысқа-қысқа қайырып, шаңқ ете түсті. Бір аптада кетсем де кетем, кетпесем де кетем, Панджабқа кетем. Отырғандар не болғанын аңғарып болғанша Елісқан есіктен шығып та үлгірді. Құнысқан жауырыны удай ашып, басын көтер алмай, бүріскен Ғұламжан бүкшіңдеген орнынан тұра алмай, Башбақаның бетіне жапақтай берді. Бәріне басын шолғып күле сөйлейтін ұлық бұл жолы күлуге де үлгірмей сазарған күйі отырып қалды.
Сол күні кешті қазақ ауылын қалың әскер қоршап алды. Елісқан айналасындағы жігіттерді жинап алып, қанды қасап Шыңшысайдан, қара жүрек Мабуфаңнан құтылған Елісқан әкірең деген үрдудан қорқады дейсіңдер ме? Көшке дайындала беріңдер, кетеміз, деп сеніммен айтты. Сосын Қинаят Сатихан деген жігіттерге: Кашмир шекарасының сыртында Үндістан аумағынан Гари Хабиболлаға өтетін жасырын тау жолын байқап едім. Соны шолып келіңдер, деп аттандырды. Жолды көрген олар тез оралды. Елісқан таң атпастан бұрын қозғалып, Ахметқали, Сәдей, Мұхай, Қинаят жиыны 5 адам жасырын жолмен Гари Хабиболла аталатын шағын қалашыққа өтіп кетті. Мақпұл Рахман арқылы ондағы мұсылмандарға қормал Сіләмхан деген мейірімді жанның барлығын біліп, солай тартқан еді. Топ-тура сол Сіләмханның алдына жетті. Елісқанды ұзақ тыңдаған Сіләмхан көзіне жас алып: қайран мұсылман бауырларым-ай, ертерек білгенімде тезірек қимылдайтын едік қой, әлде кеш емес, деп Елісқанның көзінше телефон трубкасын көтерді. Делидегі ағылшын генерал лорд Воволға жалғап жатырмын, деп ар жағындағы кісімен ұзақ сөйлесті. Елісқандардың ұғуынша бұлардың мүшкіл халын баяндап көмек сұрап жатқандай болды. Сөйлесіп болған соң телефон құлағын көңілдене қойып жатып: Алла тағала көз жастарымды көретін болды, Пәнжапқа өткізіп алу туралы өтініштеріңді мақұлдайтын болды, деді. Ахметқали мен Елісқан бірін-бірі құшақтап, онан соң Сіләмханның қолын қайта-қайта қысты. Бізден қайтпаса Алладан қайтсын, мүсәпір міскіндердің көз жасын көретін сіздей мұсылмандар көп болса, жер бетінде жетімдік болмас еді. Елісқан бұл сөзді шын ықыласымен тебіреніп тұрып айтты. Ағылшын билеушісі лорд Вевол мырза Абботтабад қаласының уәлиі ағылшындық азамат сэр Фрайзерге арнайы тапсырма берген екен. Елісқандарды жылы қабылдаған сэр Фрайзер өзінің орынбасарын 100-ге жақын әскермен, машиналармен қазақтарды көшіріп әкелуге жұмсады. Қалың әскердің қамауында үрейленіп отырған ауылға Сәдей бастаған жігіттерді елді көшіріп алатын хабарды жеткізгенде тозақтан құтылардай толқыды. Өлілердің моласы мен тірілердің қосы қатарласа қалқиған қарғыс атқыр мекендерінен тез кетуге асықты. Қайран Елісқан-ай, деп жылап тұр бір шал. Қытай мен дүнгеннен құтқарып бір қуандырып едің, енді мына тірі тозақтан тағы құтқардың-ау. Көш алдымен Гари Хабиболла қалашығына жетіп алып, сонан соң машинамен көшу ұйғарылды. Ат пен түйе дерлікке жуық қырылып, бірлі жарымы ғана қалған еді. Көштің көбі өгіз арбамен жылжыды. Бұларды бірінші құшақ жая қарсы алған Сіләмхан болды. Жол шетіне жарылған халық қол соғып қошемет көрсетіп жатыр. Сіләмхан арнайы дастархан дайындатып, жұртты бір күн қонақ етті. Пәнжап үкіметінің өкілетті адамдары бұларды өткізіп алды. Ішінде Махмұтбек деген қырғыз азаматы бар екен. Жұрт тамақтанып, демалып, майрағайда тайрағай болып жатқанда, бұларды алып кетуге арнайы машиналар келді. Машинаны алыстан көрсе де, дәл қасынан көрмеген бала-шаға бәрі жапырылып қызықтап жүр. Ауылдың азғандай бөлігі ғана ат түйемен көшетін болды да, қалғаны түгел машинаға жүк тиеді. Жүк дейтін жүкте жоқ, көбі жау қолында қалған. Одан біразы жаңбырлы өлкенің сыз-дымымен ақ шырып біткен. Көрпе жастық ыдыс аяғын арқалаған жүдеу жұрттың солғын тарта бастаған жанарларынан шуақ көрінді. Қазақ көші Мансехра қаласына келіп кіргенде дабырасы Шыңғысхан тіріліп келгеннен бір кем болмады. Көшенің бәрі адам. Жолдың екі жағына жарылып, қолдарына шеңбер-шеңбер гүл ұстап, жақындаған қонақтардың бәрінің мойнына көгенше кигізіп жатыр. Дәл бір жақын туыстары алыс сапардан оралғандай. Мархаба, мархаба деп қуанышпен шуласады. Қазақтар көштің алдынан айранын, қымызын алып шығатын еді. Мыналар әртүрлі жеміс, пысырылған тамақ, сосындар көтеріп шығыпты. Жүрген жерінің бәрі тойға айналатын босқын қазақтар өздерін жұмақтың төріне түскендей сезіне бастап еді. Десе де ауру сырқау әлі де арылмай, көптің қуанышына көлеңке түсіретін азалы сағаттардан да аулақ бола алмады. Мұндайда мұсылмандар зыр жүгіріп қайтыс болған кісіні жуындырып, шайындырып өздері жерлейді. Ал ауру сырқау жандардың жанынан дәрігер үзілмейді. Сырқаты ауырларын ауруханаға жатқызады. Нағыз мұсылман деп осыларды айт. Мабуфаңның өзі мұсылманмын дегенмен,
ісі кәпір ғой, деп талай қария көзіне жас алды. Умақ-шумақ шұбырған қазақ көші Абботабад, Харипур қалаларынан өтіп, Таксила деген жерді басып, Панджаб өлкесінің Тарнава ауылына ат басын тіреді. Үкімет жағының пайымынша суы тұнық, ауасы таза, босқындарға лайық жер көрінеді. Қазақтардың жер ауысып, ішпек жемек жақсарса, жағдайымыз түзелер деген үміті ақталмады. Шілде мен тамыздың от болып жанған қапырғыстығы, тынысты буып, қоюланған ауаз жүректерін тұншықтыра қысады. Қырылдап-сырылдап деміккен үндер, әлде қандай арманын айта алмай, жалынышпен жәудіреген жанарлар жаныңа у құйғандай күйзелтеді. Ауру сырқау адам өлімі тоқтайтын емес. Үкімет жағы да жанталаса жәрдем жасап жатыр. Газет арқылы хабардар болған мұсылман өкілдері де арт-артынан келіп өз көмектерін көрсетіп жатты. Шыжған күннің ыстығы күндіз түні тымырсық жалынға орап елдің есін алды. Күндіз күлкі, түнде ұйқыдан айырылған ел тағы да қамыға бастады. Ағылшынның Үндістандағы бас өкілі Тарнаваға келіпті деген хабар тарағанда, өлім мен өмірдің арпалысына қайта түскен халықтың көкейіне үміт шоғы жылтырады. Аса үлкен сән салтанатпен жүргеніне қарағанда ұлықтық шені де жоғары болса керек. Алды артын 100-ге жуық машина қоршап, қалың оққағарлары мен сақшыларының қорғауында жұрттың алдына шықты. Оны таныстырушы жиналған көпке. Ағылшын үкіметінің Үндістандағы бас өкілі Сэр Лорд Халифакс деп таныстырды. Мәнсап дәрежесіне қарай жергілікті халық оны Вайсрай деп атайды екен. Сап сарала әскери шинел киген аққұбашы өңді ағылшын ұлық делегей қалпағының күнқағарын көтеріп қойып, шешіле сөйлеп кетті. Оның сөзін ұйғыр аудармашылар тәржімалап тұрды. Құрметті бауырлар, алыстан азап көріп келген қонақтарымыз, сіздердің бүгінгі қиын жағдайларыңызды жақсы біліп отырмыз. Сол үшін де қолдан келген көмегімізді де аяғымыз келмейді. Десе де, ел мен жерге үйдіріле салмау себебінен қиналып жатқан боларсыздар. Бізді ешқашан жатырқамаңыздар. Жер бетінде барлық ұлт бір атаның баласы. Адамзаттың қайғы мұңы, қуаныш шаттығы бірдей. Сіздер қуансаңыздар қуанамыз, сіздер мұңайсаңыздар мұңаямыз. Мемлекет елдің иесі болса, халық отбасындағы бала шағасы сияқты. Жұртты ұлтқа, дінге бөліп алаламаймыз. Барлығыңызды тең көреміз. Сол үшін де менің сіздерге айтарым, ендігі отандарыңыз осы жер, осы елдің азаматтығына өтініш беріңіздер. Барлығыңызға баспана үшін үй салып берейік. Басқа да арман тілектеріңіз болса айтып қалыңыздар. Ет құлағыммен естіп қалайын. Жұрт Вайсрайдың сөзінен кейін дүркірей шапалақ соқты. Қазақтар тобынан Елісқан алдыға шықты. Ағылшын ұлықтары бүкіл дүниені дүбірлеткен қазақ көшінің бұйдасын ұстаушы босқындар атаманына бар назарын аударып, оның әр қимылын бағып отыр. Газет беттерінде аңызға айналған тұлға ретінде көрсетіле бастаған осы жанның есіміне қанық болғанына да біраз болып еді. Арғы жағы Аттила, Спартак, бергі жағы орыс таласын шулатқан Пугачев секілді тұлғалардың қайсысымен қатар қоярын білмей талай әңгімеге арқау еткен болатын. Олардың алдында Гималайдың аязды үскірігі жүзін қызыл күреңгіте тотықтырған кең иықты, еңсегей бойлы, жанары отты, жұқалап мұрт қойған қазақ азаматы жазық маңдайы жарқырап, дала барысынша жайлап басып келе жатты. Елісқанның сұсыма, әлде ел тағдырының күрмеулі күрделі сәттері жұрттың еңсесін басып тұрма, жиналғандай тым-тырыс күйге ауысты. Елісқанның үні ашық, саңқылдай шықты. Құрметті Вайсрай мырза, келген қадамыңыз құтты болсын. Алла ақ жолыңызға нұр сепсін. Біз қазақ деген халықпыз. Мұзаффаратқа келгенде бұлар казактар екен деп орыстардың казагымен шатастырып, үрке қарағандарда болған. Сол үшін де көшіміз көп күндер тосылып қалғанын кейін білдік. Қазақ ұлты ежелден еркіндікті сүйеді. Әсіресе Асқар тау, Аса өзен секілді кең өлкелерде көшіп қонып жүргенді жақсы көреді. Өскен жасаған табиғатына қарай көңілдері де анау Асқар таулардың басындағы әппақ қар сияқты кіршіксіз, судай тұнық болады. Біреуге жамандық ойлау, жамандық істеу біздің қанымызда жоқ қасиет. Бірақ өзімізге жамандық істеушіні кешіре алмайтын асау мінезіміз тағы бар. Үндістан еліне келгелі оң қабақ жылы шырай танытып,
басымыздан сипап бауырларыңызға тартып жатырсыздар. Оған Алла разы болсын. Біз кешкен қанды күндерді адамзат баласына бермесін. Жол бойында 3000-ға жуық адамымыз өліп еді. Алланың бұйрығы шығар, міне сіздердің елдеріңізде де мыңдай адамымыз о дүниелік болды. Тағдырдың бұйырғаннан қашпақ жоқ. Осындай бір қан кешкен күндерде туып, қан кешіп өту пешенемізге жазылған шығар. Бірақ біздің қазақ өткенге өкіне бергеннен гөрі, алдағы күнге үмітпен қарағанды жақсы көреді. Біз көре алмаған жақсы күндерді ұрпағымыз көрсе екен деп армандаймыз. Тәрнаваға келгелі көңіліміз көтеріліп, сіздердің мейірлеріңіздің шуағына бөлене бастап едік. Соңымыздан қуған ажал тақымдағанын қоймады. Тіпті әр күні кеште үреймен ұйықтап, таңертең тірі екенімізді білгенде қуанатын күйге тап болдық. Бастапқыда туыс туған ел жұрт бір жерде болсақ деп армандаушы едік. Дәл қазіргідей жағдайда бір төбеге жиналып отырудың еш пайдасы жоқ екені анық болды. Шындықты айтар болсақ, бір жерде отырып қырыла тұқымымыз тұздай құрып кету қаупі төніп тұр. Сол үшін де сізге бірнеше тілек білдіргім келеді. Біріншіден, осы босқындарға қайда барып, қайда жүру туралы ерекше еркіндік беріліп, қолдарына соны айғақтайтын босқындық куәліктер берілсе. Екіншіден, жол жүру, емделу жақтарынан тегін көмек көрсетілсе. Үшіншіден, әртүрлі жеке кәсіппен айналысуына жолы ашық болса. Алман салық және басқада құжаттар талап етпейтін болса. Төртіншіден, барған жерлерінде отырықтанып қаламын десе баспана, мектеп, медресемен қамтамасыз етілетін болса деген тілегіміз бар. Қазақ 4 санның қасиетті санайды. Осы 4 тілегіміз қабыл болса ұрпағымыз тірі, ұлтымыз аман қалар еді. Жым-жырт тыңдаған бүкіл қауымның шапалағы күндей дүркіреді. Әсіресе өздері де ойлап жете алмай жатқан армандарына ақ жол сілтегендей болған өз қауымы қатты тебіренді. Жұрттың шапалақ үні көпке дейін толастамады. Вайсырай орнынан тұрып, Елісқанның қолын қатты қысып, бір тайпа елдің емес, тұтас бір елдің көсемі болатын аңғарлы азамат екенсің. Амал қанша, жұлдызың оңынан тумай, тағдыр тарғылаңына көп салған көрінеді. Кесірлі заманға кезігіп бағың жанбаған ғой. Елін жақсы көру жақсы азаматтықтың белгісі. Жолың ашық болсын. 4 тілегіңді де қабыл алдым, деді ризашылықпен. Тілектері қабыл болғанын білген жұрт тағы да толқып кетті. Масайраған дауыстар, қуанышты лебіздер, алғысқа толы тебіренулер естілді. Вайсырай мырзаға рахмет, Вайсырай мырза жасасын, деген үндер көтерілді. Ағылшын ұлығының бұйрығымен сол күннен бастап қазақтардың қолына босқындық куәліктері таратылды. Елісқан ортаға қойған ұсыныс тілектердің бәрі де қабылданып, қайда жүріп тұрамын дегендеріне еркіндік жасалып, кез келген жерде кәсіп істеп жан бағуына болатын ерекше құқық берілді. Аттың жалын төсеніш етіп келген ноқтасыз халық тағы да бір жылқы жылын осындай алмағайып күндермен аунатып жатты. Бұл 1942 жылдың қыркүйек айының соңғы күндері болатын.